Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бір дана қызылшадан пайдалы салат әзірлеп үйренеміз. Видеомды соңына дейін көріп, пікір қалдыруды және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызылшамызды жуып, тазалап, дайындап аламыз. Қалауларыңыз бойынша бір немесе бірнеше қызылша қоссаңыздар болады. Тап-таза қызылшамызды осындай теркадан жақсылап отырып өткізіп аламыз. Жіңішке және ұзынша болып шықса болды. Барлық қызылшамызды теркадан өткіземіз. Бұл салатты жиі жеп жүрсеңіздер де жасап көрмеген боларсыздар. Міндетті түрде рецепті сақтап алыңыздар және де жасап көріңіздер. Ендігі барлық қызылшамызды өзімізге ыңғайлы ыдысымызға салып, қолымызбен жақсылап тұрып қысып аламыз, суы шыққанша. Ендігі қызылшамызды 5 минутқа қоя тұрамыз. Сол аралықта дәмдеуіштерін дайындаймыз. Бізге қажет заттардың бәрін төменде описание бөлімінде және экранда жазып қалдырамын. Бальзамический уксус 6%-тың орнына мен көбіне лимон қышқылын пайдаланамын, сірке суына қарағанда. Өздерінің ыңғайларыңызға, қолдарыңызда барды пайдалануға болады. Чесногымызды теркадан өткіземіз, ұсақтау етіп, немесе ыңғайларыңызға қарай ұсақтап турасаңыздар болады. Енді видеодағыдай көріп тұрғанымыздай, қызылшамызды жақсылап тұрып, мұжғылап, шырынын бөлек алып, қызылшаны бөлек аламыз. Шырыннан, яғни бөлек дейміз. Жақсылап тұрып, қолымыздың барлық күшін салып, қызылшамызды алдық. Қызылшамыз дәруменге өте бай көкөністердің бірі. Шикі күйінде немесе піскен күйінде салат жасап көрсеңіздер болады. Тура осы рецептпен жасап дәмін татыңыздар. Қызылшамызға чесногымызды, тұзымызды, қантымызды дәміне қарай мөлшерлеп саламыз. Мінекей, лимон қышқылынан бір ас қасық құйсаңыздар жетеді. Ендігі қызып тұрған майымызды үстінен құямыз. Ыстық күйінде. Майымызды алдын ала қыздырып, осы салатымызға құямыз. Мінекей, бір ғана заттан жасалатын салатымыз дайын болды. Жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі қажетті ыдысымызға салсақ болады. Үйіңізде грек жаңғағы немесе кунжут бар болса, осылай үстінен сеуіп қойсаңыздар болады. Мінекей, бір ғана қызылшадан жасалынатын өте дәмді салат рецептін сіздерге жасап көрсеттім. Міндетті түрде сақтап алыңыздар, жасап көріңіздер. Барлықтарымызға ас болсын. Сіздермен болған Айман. Келесі кездескенше сау болыңыздар.